Рано Омарованың бақыттан басы айналып жүр. Наурыздың басында сырға салу ұлттық рәсімінен өткен әнші ана болуға дайындалып жүр. Орындаушының жүрегінің таңдауы 35 жасар Арман есімді кәсіпкер. Раноның өмірін түбегейлі өзгерткен кездесу өзі үшін күтпеген жерден болған. Когда он меня увидел, Ол мені бірінші көргенде бірден таныған жоқ. Тек оның досы ғана таныған көрінеді. Онымен қатар біз көрші болып шықтық. Мен үйіме кетіп бара жатсам, ол көлігімен менің артымнан келе жатты. Неге менің артымнан қалмай келе жатырсың десем, мен осы жерде тұрамын деп мені таң қалдырды. Раноның сүйіктісі жомарт жан болып шықты. Тіпті екі ән сатып алып оған бейнебаян да түсіріп бергісі келген екен. Алайда жұпата ана атанатынын білгенде әншілік өнер мен басқа жобаларды біраз уақытқа ысырып қою керектігін сезді. я не забываю. Мен өз жобаларымды ұмытпаймын, мен жалғыз жұмыс істемеймін. Менімен бірге жұмыс жасайтын сопродюсерлерім бар. Сондықтан да мен декретте жүргенде жобаларымды басқа адамдарға сеніп тапсыра аламын. Өміріндегі көптен күткен оқиғаға қарамастан, Рано ырымдарға сеніп жүктілігін көп әңгіме еткісі келмеген екен. Қыз немесе ол күтіп жүргенін де құпия сақтауда. Дело в том, что очень... Мен өте ырымшылмын, сондықтан сәбиімнің жынысын айтқым келмейді. Жүктілігімді де ұзақ уақыт жасырып жүрдім. Бірақ соңғы кездері қоғамдық орындарға шыққанда жасыратын мүмкіндік те болмай қалды. Әнші алдағы бір жылды толығымен сәбиін бағуға арнамақ, ал үйлену той рәсімі жаз айына нәресте дүниеге келгеннен кейінгі мерзімге жоспарланған.